Сәлем достар. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде адамдарға сұрақ қойып жүрген бейне жазбаларды көріп жүрмін. Суреттерді көрсетеді, бірақ көпшілігі батырлардың кім екенін айта алмайды. Сондықтан осы бейне жазбаны соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. 1986 жылғы желтоқсан. Қазақ жастары әділдік үшін алаңға шыққан күн. Олар ешкімге қарсы емес, ұлт намысы үшін шықты. Сол күннің басты есімдері: Қайрат Рысқұлбеков, желтоқсанның рәмізі, әділдік үшін жанын берген қайсар қазақ. Ләззат Асанова, небәрі 18 жастағы өр мінезді қыз, қазақтың намысын қорғаған. Сабира Мұхамеджанова, әділетсіздікке қарсы тұрған, жүрегі таза жас ару. Ербол Сыпатаев, алаңдағы жарақаттан көз жұмған батыр жігіт. Олармен бірге мыңдаған жас қысым көрді. Бақытбек Байсейітов, Тоқберген Аманов және басқа да азаматтар. Бұл жай ғана оқиға емес, бұл біздің рухты оятқан күн. Жастардың қайсарлығы кейін тәуелсіздікке жол ашты. Алға Қазақстан. Аман болыңыздар.